Мүлк сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Бар билік, бір өзінің қолында болған, шексіз игілік пен құт берекенің жалғыз иесі Алла қандай ұлы. Оның құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Ол қайсы бірің анағұрлым игі, һәм сауапты іс істер екен деп, бәріңді сынап көру үшін өлім мен өмірді жаратты. Ол азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, ғафур. Құлдарының күнәлары қанша жерден ауыр болса да, тәубелеріне келген жағдайда оларға өте кешірімді. Сондай-ақ ол, жеті қат көкті бірінің үстіне бірін келтіріп, асқан шеберлікпен жымдастырып, сондай үйлесімдетіп жаратты. Рахманның жаратуында ешқандай ақау, жүйесіздік көре алмайсың. Көз тігіп қарашы. Қандай да бір ақау көре аласың ба? Содан соң, тағы да қайта көз жібер. Ақырында жанарың Алланың шексіз құдіретінің алдында қор болған, әрі оның жаратқаннан еш ақау таба алмай ұнжырғасы түсіп талған күйде кері қайтады. Расында біз жерге ең жақын аспанды шам-шырақтармен безендірдік, әрі олардың бір парасын шайтандарға атылатын оқ қылдық. Һәм сол шайтандар үшін алаулаған от дайындадық. Сондай-ақ Раббысын мойындамай күпірлік еткендерге, немесе Аллаға қатысты ақиқаттарды жоққа шығаратындарға да жалынатқан жаһаннам азабы бар. Ол қандай жаман ақырғы тұрақ, қандай жаман барар жер. Олар жаһаннамға тасталғанда, жаһаннамның оларды жұтып қойғысы келіп, қатты ышқынғандығы, жан түршігерлік гуілі мен бұрқ-сарқ қайнаған даусын естиді. Жаһаннам долданғаннан жарылуға шақ қалады. Оған күнәһарлардың жаңа бір легі тасталған сайын ондағы сақшы періштелер олардан сендерге ескертуші пайғамбар келмеп пе еді деп сұрайды. Сонда олар, бізге ескертуші пайғамбар келуін келді ғой, алайда біз оны өтірікшіге балап, өзіне де, сөзіне де сенбедік. Һәм оларға, Алла еш нәрседе түсірген жоқ, сендер қатты адасудасыңдар, басқа түк демес деген едік деп жауап береді. Сондай-ақ олар, егер кезінде олардың ескертулеріне құлақ асқанымызда, яки ақылға салып ойланғанымызда, қазір мына жалынатқан отқа тасталып жатқандардың ішінде болмас едік деп аһ ұрады. Міне осылайша күнәләрін мойындайды. Жалынатқан отқа түсетін тозақтықтар Алланың рахымынан аулақ болсын. Ал Раббысын көрмесе де, оған тиісінше тағзым етіп, одан лайықты түрде имен етіндерге тосын кешірім мен үлкен сый бар. Айтайын деген сөздеріңді қаласаңдар, іштеріңе бүгіп қалыңдар. Қаласаңдар ашық айтыңдар, Алла үшін бәрібір. Өйткені Алла көкіректегі, яғни жүрек түкпіріндегі бар сырды біледі. Жаратқан білмей ме? Ол латиф, ешкім көреде сезеде алмайтын нәрселерді көріп, сезе алушы, шексіз ілімімен жүрек түкпірінде жатқан ең құпия сырлардың бәрін білуші. Хабир, бәрінен толық хабардар болушы. Жерді бейне бір жуас малдай сендерге көмбіс етіп бағындырып қойғанда, бір өзі, ендеше оның төсінде, яғни тау-тастар мен сай-салаларында және түкпір-түкпірінде емін-еркін жүріп тұрыңдар. Һәм Алланың өздеріңе нәсіп еткен ризығынан жеңдер, игіліктеріңе жаратыңдар. Алайда естеріңде болсын, ақыр соңында бәріңде оның алдына барасыңдар. Жоқ әлде бәрін жоғарыдан көріп бақылап тұратын, яғни бәрінен үстем болған ұлық Алланың өздеріңді алапат зілзалаға тап қылып, жерге жұтқызып жібермейтіндігіне сенімдісіңдер ме? Міне сол кезде жердің сілкінгенін көресіңдер, яки бәрін жоғарыдан көріп бақылап тұратын, яғни бәрінен үстем болған ұлық Алланың төбелеріңе тас жаудыратын алапат дауыл тұрғызбайтындығына сенімдісіңдер ме? Ендеше осы ескертуімнің мән жайын жақында білетін боласыңдар. Шынтуайтында, олардан бұрын өткен кәпір қауымдар да, өздеріне келген хақ дін мен хақ пайғамбарларды өтірікшіге балап сенбейтін. Ендеше оларға берген жазамның қалай болғанын көр. Төбелерінде қаз-қатар тізіліп, қанат қағып ұшқан құстарға зер салып қарамай ма? Оларды әуеде
Рахманнан басқа ешкім ұстап тұрған жоқ. Күмәнсіз ол барлық нәрсені толық көріп тұрады. Өздеріңді қолдауға әркез дайын тұратын әскердей көріп, сонша сеніп, табынған тәңірлерің қане кімдер екен, қолдарынан не келеді екен? Рахманнан басқа, сендерге қолдау көрсететін һәм жеңіске жеткізе алатын бірде-бір күш қуат жоқ. Шүбәсіз кәпірлер оңбай алдануда, басқа түк емес. Егер Рахман сендерге ризық несібе беруді мүлдем тоқтатса, өздеріңе одан басқа ризық несібе беретін кім бар? Анығында олар қасарсып ақиқатқа мойын сұнбауда, һәм оны жек көруде. Өздерің ойлаңдаршы, діттеген жеріне кім адаспай тура жетеді? Түскен жолының ой шұқырын білмеген күйде жер бауырлап жылжыған адам ба? Жоқ әлде діттеген жеріне тура жеткізетін түп-түзу жолмен, бойын тіктеп өз аяғымен кетіп бара жатқан жан ба? Уа Мұхаммед, оларға былай де, сендерді көркем бейнеде жаратқан әрі сендерге есту қабілетін, көзді және жүрек түкпіріндегі рухани сезімдерді берген де бір Алла. Соған қарамастан, сендер өте аз шүкіршілік етесіңдер. Сондай-ақ оларға былай де, сендерді жоқтан жаратып, көбейтіп, жер бетіне жайған да бір өзі. Ақырында бәрің оның дәргейіне жиналасыңдар. Алайда олар, егер айтқандарың рас болса, бұл уәде қашан жүзеге асады? Яғни Алланың алдына қашан барамыз деп сұрайды. Ендеше оларға былай де, бар ілім бір Алланың құзырында, сондықтан сұраған нәрселерің бір Аллаға ғана аян. Мен бар болғаны ашық ескертушімін. Алайда, уәде етілген қияметтің орнайтын сәтін көргенде, күпірлікке белшесінен батқандардың түрі бұзылып, жүзі қара қошқыл тартып кетеді. Сонда оларға өздеріңше мазаққа айналдырып, келсе келмей ме дегендерің міне осы делінеді. Оларға былай де, Алла мені әрі жанымдағы мүміндерді құртып жіберді, яки бізді есіркеп, рахмына бөледі делік. Енді айтыңдаршы, өздерің сияқты кәпірлерді жан төзгісіз азаптан кім құтқарып қалады? Ол Рахман Алла. Біз оған иман келтірдік. Бір өзіне арқа сүйеп тәуекел еттік, ендеше кімнің анық адасуда екенін жақында білетін боласыңдар. Қане айтыңдаршы, бар суларың жер түбіне тартылып, ізім ғайым жоғалып кетсе, сендерге қайтадан тұщы қайнар суды кім шығарып бере алады?